Сәлем балалар, қазақ тілінің 133 сабағы, 2 сынып тақырыбы өзіңді тексер. Өткен тақырыпты пысықтау, оқушылардың білімін бақылау. Бірінші жаттығу, көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сан есімдерді қойып жаз. Екі бағанды салыстыр. Қай бағандағы сөздер сөйлем екен, қай бағандағы сөздер сөйлемге жатпайтын дәлелдер. Енді оқиық. Сол жақтағы және оң жақтағы деген тапсырманы. Таза ауа, ақ мақта, жазық дала, жақсы бала. Ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы. Енді балалар, сол жақтағылар ол сөз тіркестері болса, ал оң жақтағы сөйлем. Сөз тіркесі дегеніміз не? Сөз тіркесі екеуді екі сұраққа жауап береді, мысалы, жеке-жеке екі түрлі сөйлем мүшесі және сөз табы болып тұр. Сондықтан және орын тәртібі арқылы орналасқан. Сөз тіркестері мәтін құрауға, әңгіме құрастыруға өте қажет. Енді екінші жақтағы бағандағын оқиық. Ауа таза. Яғни ауа таза негізгі бір ойды білдіріп, содан кейінгі хабарлап, яғни оның соңында нүкте қойылатынын мысалы білуге болады екен. Яғни Әрмен Қартай бізге қажет етіп тұр. Яғни Әрмен Қартайда сөйлем керек болатынын. Енді бұл жерде неге? Таза дегенге сұрақ қойдық. Сын есім, ауа не? Жаңа өзіміз айтып өткендей, екеуі екі сұраққа жауап беріп тұр. Сондықтан бұл сөз тіркесі болады екен. Мысалы, өзімізде сөз тіркесін құрастырсақ, мынандай ыстық күн, күн ыстық, яғни күн ыстық сөйлем. Орман қалың, қалың орман. Таза ауа деген сөзге мысалы сөйлем құрастырсақ, балалар таза ауада дем алды десек, таза ауа бізге сөз тіркесі ретінде беріліп, сөйлем құрадық. Ал жаңағы ауа таза десек, ол Әрмен Қартай не қажет етіп тұр? Сөйлемді тағы да негізгі ойды білдіретін сөйлемді қажет етіп тұр. Мінекей, сөз тіркесі мен сөйлемнің екеуінің айырмашылығы осы. Екінші жаттығу. Кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет. Заттың атауы, яғни зат есім доп. Ал енді түсі, пішіні, көлем болса, ол қандай сөз табына жатады екен? Сын есімге жатады екен. Доп, қызыл, домалақ, үлкен. Өшіргіш, не өшіргіш? Өшіргіш қандай? Ақ, сопақ, кішкентай. Жаңылтпашты жатқа жаз. Қырық құлып, қырық құрық. Құлыпта қырық, құрықта қырық. Балалар осыны жаттап алып, қасындағы жұбыңмен өздерің бір-біріңе айтып көріңдер. Сан есіммен зат есімін байланыссыз сызбамен көрсет дейді. Қырық құлып. Неше құлып? Қырық. Не құлып? Астында тағы да қырық неше? Құрық не деген сұрақтарға жауап беріпті. Ендеше бұл жерде сан есіммен зат есімнің байланысын, сөздерді сөз таптарына топтап жаз. Енді сөз таптарын біз білеміз, төртеу, ал жалпы 9. Зат есім сұрағы кім, не? Күнделік, құрт, ірімшік, не деген сұраққа жауап берсе, кенші деген кім деген сұраққа жауап беріптір. Кенші дегеніміз жер астына түсіп, қауіпті жұмысқа еш тайсалмастан кірісетін ол кеншілер. Яғни шахтер екен. Етістік не істеді? Қайтты, жиналды, ұмытпа, алмады, яғни қимылды білдіреді. Сын есім қандай? Сары, жаман, кең, ашы. Жаңа алдында айтып өткеніміз оны. Сан есім қанша, нешінші, нешеу, мың, неше. Алтыншы, нешінші, екі, қанша, бесеу, нешеу деп осындай сан есім әртүрлі сұрақтарға жауап беріп тұр екен. Бесінші жаттығу, сөз таптарын өзара салыстыр. Бесіншісі есімдік, алтыншысы шылау, жетінші үстеу, сегізінші одағай. Барлығы да сөз таптары, сұрақтары бар, өзгешеліктер бар. Сөз құрастырамыз, сөйлем құрастырамыз, мағынасы, құрамы, тұлғасы болады. Бірінші өзгешелігі зат есім, яғни оның айырмашылығы қандай екен? Бір-біріне осы төрт сөз табының. Заттың атын білдіреді, сұрағы кім, не, көпше түрі кімдер, нелер. Яғни оның мағынасына қарай жалпы болады. Балалар, егерде біз қала деп айтатын болсақ, ол барлық қаланы айтамыз, ал егерде қаланың аты болады, мысалы қандай? Талдықорған, Көкшетау, Қарағанды десе, бұлар жалқы есім. Яғни қаланың аты және сонымен қатар бас әріппен жазылады екен. Жалғыз қала емес, адамның есімдері,
бас әріппен жазылады, және ол жалқыға. Өзен, көл деген оларда жалқы есімде жатады, яғни оның аттары бар. Ал енді өзен, көл десе ол жалпылау айтылады. Іс қимылды білдіреді, кез келген заттың қимылын білдіреді. Сұрағы не істеді, қайтеді деген сұрақтарға жауап береді екен. Енді мағынасына қарай, 3 түрге бөлініп тұр сендер өткен. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ, мысалы, гүл өсіп тұр десек, нақты осы бүгінгі өсіп тұрған гүлді айтып тұрмыз, осы шақта. Өткен шақты айтатын болса, ол кешегі күн болады, ал келер шақ алдындағы істелетін қимыл істерді жаңа мысалға келтіруге болады екен. Сын есім заттың жаңа өзіміз айтқан түрін, көлемін, сапасын, дәмін білдіреді екен. Сұрағы қай деген сұраққа жауап береді. Ал енді сан есімді алатын болсақ, кез келген заттың санын білдіреді. Сұрағы қанша, нешінші, нешеу деген. Оның мағынасына қарай есептік, реттік. Және балалар тағы бір айтып кететін. Мысалы, қасындағы баламен отырсын, екеу ара, нешеуден отырсын, 2-2-ден. Яғни бұл топтау. Немесе мұғалім айтады, балалар 4-4-ден, 5-5-ден топтау отыра қойыңдар деп. Сонда сұрайсың, нешеден? 3-3-ден, 4-4-ден отыра қаласың. Бұл топтау екен. Келесі, жаңа нешеу деген сұраққа жауап беретін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни бұл жинақтық сан есімге жатады екен. Бөлшектік сан есімі, яғни бөлшекпен жазылатын, мысалы 2-ден 1, 3-ден 6 деген сияқты. Неке сан есімнің осындай түрлері бар екен.